12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Дарақтан жапырақтар үзіліп, зеңгір көкте құстар ұшты тізіліп, көкке қарап ой үстінде отырмын, мынау жатқан сұр әлемге қызынып. Бар жасылды жойып жатыр мұңлы күз, мұңайғанда жазамыз ғой жырды біз. Ақ қағазға өлең жаза бастадым, көңіліме түсіріп ап кірбіңіз. Жоғалтып ап жазғы құстар тізбегін, табиғаттың тамашасын іздедім. Алтын күннің шуағымен қоштасып, амалсыздан қарсы аламын күз желін. Кім түсінер мендік мұңды жамылған, жапырақтар тоналыпты талымнан. Ол да менің қу тағдырым секілді, дәру таппай денсаулықтан қағылған. Күзде жаным солай азап шегетін, көңілім ғой гүл таппайды өбетін. Адамдардан жапырақтар бақытты, мезгіл жетсе үнсіз құлап өлетін. Күз келгенде қалай ғана жүрмекпін, жетегінде өмір деген дүрмектің. Санамдағы қоңыр күзбен алысып, ауылыма күз жеткенін білмеппін. Шерлі десең тарқатайын шерімді, күз жаулады жерімді де көгімді. Қоңыр күздің шындық сірә келгені, өмір маған қоңыр болып көрінді. Қуаныш Ауғанбаев, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Еңбек ауылында 1987 жылы дүниеге келген. Республикалық «Бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз» атты жыр бәйгесінің бас жүлдегері, жарық фестивалінің дипломанты. Өлеңдері республикалық жас ақындардың антологиясына енген. Тектұрмас жаққа ұшқан құс жыр жинағының авторы. Армысыздар ардақты ағайын, эфирде Жансусар және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонағымыз Тектұрмас жаққа ұшқан құс кітабының авторы ақын Қуаныш Ауғанбаев. Хош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгінгі сұхбат барысында өтірік айтпауға уәде бересіз бе? Тамаша. Кім түсінер мендік мұңды жамылған, жапырақтар тоналыпты талымнан. Ол да менің қу тағдырым секілді, дәру таппай денсаулықтан қағылған деп жырлапсыз күз атты өлеңіңізде. Өмірге айтар арызыңыз бар ма? Енді өмірге айтар арызым жоқ, өмірге ризамын десем, ол шындыққа қиянат болады. Жалпы жан дүниемізде бір қабырға қақырап, болмаса мен неге бұндай болдым деген сияқты бір айналадағы адамдардың бір берекесін алатындай бір мұңға батпасақ та, әттене деп ақырған кездер болады. Өйткені қас туған жырау айтады ғой, азамат елдің баласы жабыққанын білдірмес, жамандар мазақ қылар деп. Қас асылдың мұны ішінде жату керек сияқты. Тіршілігі ізгі арманды заң қылған, ақындардың мысы басын тағдырдан дейді екен Пушкин. Тағдырды жеңуге бола ма? Тағдырды жеңуге болады, егерде сіздің айналаңызда жоғалтатын ештеңеңіз болмаса. Ол енді тағдырды жеңу тек бір ғана форматтан тұрмайды, бір ғана мәселеден тұрмайды. Ол талпыну арқылы, үмітіңді үклеу арқылы жеңуге болады. Ал енді сен тағдырды әдесе мәдеуге,
ол кішкене жоғалтатын нәрселердің жоқ болған кезде айтуға болады да. Әйтпесе тағдырдың алдында түзеліп біткендер қаншама. Сондықтан да кішкене тағдырға келгенде де жұмсақтау болу керек сияқты оның алдында да. Сонда жұмсақтықпен жеңуге болады, кейде бір шыдамдылығымен жеңуге болады. Мұқағали айтады ғой, шыдатағы бұл өмір шыдамдыны ұнатады деп. Сондықтан да кейде бір шыдамдылық танытып жататын кездер болады. Кейде сабыр түбі сары алтын дейді қазақ елдің азаматымыз ғой. Сонда сабырлықпен жеңіп жатуға болатын шығар. Сабырлық, жұмсақтық дейсіз. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді дейді шәкәрім. Өзіңіз белді бекем буынып, мына жайтты өз қолыма алмасам болмайды екен деген кездеріңіз есіңізде ме? Ол ойда сезімнен алданған сәтте болды. Енді өлең жазайын, өлеңнің қадір қасиетін терең сезінейін. Кейде бір анау өлең жазып жатқанда, өлең жазып болғанда, мен осыны бекер жазбадым деген ой болсын деген оймен кейде бір жауапкершілікті алу болады. Өйткені мына өлеңге қайрат салайын, басқа бір дүниені ұмытайын. Мүмкін енді ол айналаңдағы кейбір адамдардың, кейбір жаныңа жара салған адамдарды ұмыту арқылы алуға болады, қолға алған. Өйткені өлеңді аялаған сайын өлең сені. Мысалы менің бір сөзім бар. Өлеңді сен тіріңде аяласаң, өлгенде оқырман жүрегінде әлдейді деген. Сол рас, оған көзім жетті. Ақынның бір тамшы көз жасы бүкіл адамның тағдырын талқандайды деген тәмсілге қалай қарайсыз? Енді ол ақынның бір тамшы көз жасы бүтін бір тағдырды талқандап жібереді дегенде жұлдыз былай ғой. Егер мысалы шындап келгенде қарапайым адамдар ақындарға көп тиіседі. Оның мінезі анандай, мінезі болмаса бір отырысы мынау көкірек дейді да. Сіз айтыңызшы, қай ақынның тәрбиесі оңай көпті? Мынау алысқа бармай қойып, Маралтай ағамыздың мінезі оңай болған жоқ. Сол мінезбен жеңді. Ал енді сол ақынның жаңағы бір тамшы көз жасы бүтін бір тағдыр талқандайды деген ақынның жанына, тәніне жара салған сәтте ол адам өмірден өтіп кетеді екен. Ол енді жас болсын, кәрі болсын. Ал енді екінші бір тұсы бар. Ақынға қиянат жасаған адам ба? Екінші бір тұсы бар бұның. Екінші бір тұсы мынау махаббат мәселесінде жаңағы ақынның сезіммен ойнап, қияли біреу ой бұл деген секілді. Ол өйткені ақынның сол сезіммен ойнау арқылы, жүрегіне жара салу арқылы махаббат деген бір қастерлі ұғымды ақынның санасына бір керағар дүние қылып жасау, ол ертеңгі күні мүмкін басқа бір өйге жар болып кетуі де мүмкін да. Дегенмен де ол жар болып кеткен күндерде де анау Айбөрі деген бай бопты, төрт құбыласы сай бопты, бір перзентке зар бопты дейді ғой. Сол секілді жолдасын жақсы кездескенмен, жолдасы бір жақсы жігіт болып кездескенмен перзент жағынан қысып қояды екен. Өйткені ақынның назалы ғой. Ақынның назасына қалуға болмайды. Сондай. Сіздің сезіміңізбен кім ойнады? Енді ол сезімге кейде бір болатын кездер болды. Жарақат салған, оны бір тереңдетіп алған, соны ести алмаған кездер болды. Жасалатын жоқ. Сонан кейін бірақ кейде мен ойлаймын, кейде осы бір өзімнің мұнымды, өзімнің ішкі дүниемді айтып жүріп, өлең көпал жасап алдым ба деген ой келеді. Кейде өлең мөлдір қалпында қалса, кейде өлең деген осы таза қалпында қалу үшін өлең жазбай қойсам ба деген ойда келеді. Ондай дүниелер болды. Жаңа айтып жатсыз ғой, қатты күйінген кезім болды деп. Енді өзі қолынан қалам алған адамның өмірде соқпақты жолмен жүреді. Сондай қатты күйініп, қапа болған кезде
мен өлең оқимын. Сол тағдырдың шыңырауынан, тағдырдың батпағынан алып шығатын өлең ғана. Енді сол кішкене өлеңді аялай білсең, өлең сенің бір еңбектене білсең, сол еңбегің жоққа шықпайтын секілді. Дүниеде қапа болу, әрине ол біздің жағдайға байланысты болмаса да, кез келген адамда қапалық бар ғой. Дегенмен де сол кейде қапалық осы бір сезімге келіп тірелмейді. Адамдар арасындағы бейопалы бір қатынастар болады ғой. Сондай бір жаныңа тереңдік салатын, сол кезде кейде өлең оқып өзімді жұбататын кездер болады. Кейде айналада бір табиғат аясына шығып, болмаса бір маңайында ешкім жоқ кезде дауыстап оқып дегенде, кейде бір жазған өлеңдерді қайта қарап, өзімді қайраттау деген секілді дүниелер болады. Адамдарға көп ренжисіз бе? Көп ренжігенде ренжітетін дүниелерді көп жасайтындар бар. Кейде бір жаныңа жара салып, кейде бір қиялисың, ау, сен осындайсың, ау деген секілді бір болмайды ғой, айналаға қарасы. Бірақ менің бір өзім бір кемшілігім бар деп ойлаймын. Көбіне дүниеге бір ақын көзбен қарайды екен да. Пенделік көзбен қарасаң, пенденің көзімен қарасаң, бәрі тамаша да. Бірақ ақынның көзімен қарасаң, бір өмір сүруге болатындай дүниеміз қазіргі сезім. Мысалы бізде көп ренжисіз бе дегенде мынандай ой келеді. Шәмші Қалдаяқов ағамыз айтады, сезім шіркін ақжамбырға ұқсайды, Алматыда жанға жауып басылған дейді. Бізде қазір шындап айтсақ, сезім де жылт етті. Ол сезім жылт етпе болғаннан кейін біз қазір бір-бірімізді сағынбаймыз. Біздің сағынышымызды мынау қолымыздағы телефон дейміз ғой. Телефон, анау қолымыздың үстіндегі саусағымыздың астындағы пәлекет ұрлап жатыр. Сондықтан да біз сезіммен жүрді болған кезде адам өзін тастап жібереді. Ол пенделер мүмкін тіршілігін жасап, әйтеуір күнделікті бір қажетін өзін жарап жатқан табатын шығар. Бірақ сол табысы арқылы өзін бір қанағаттандырып жатқан кезде кішкене ақындық көзбен қарағанда дүние жалаңаш. Ол қоғамның қазір кітап оқымайтын дүние жоқ. Кітап оқымайды. Қазір сонан кейін сол табиғат аясында болсын, бір басқа бір ортада болсын, бір аяулы әңгіме жоқ. Аяулылық құрған жерде ол поэзияда құрылды. Енді осы айтып жатқан кемшіліктеріңізден қоғамның дерті десек, онымен қалай күрессек болады? Адамдардың қарым-қатынасы қазір азайып жатқан заман ғой, қалай қалпына келтіреміз? Ішкі дүниедегі сезімді сол қалпында сақтап қалу үшін ба? Қалпында сақтау үшін адам өзін тазалта білу керек. Таза. Мүмкін мына дүние өзіңді таза қалпында ұстауға болмайтын шығар. Дегенмен де кішкене оңашалықты да қалайтын содан. Содан адамдар арасында ішкі дүниенің, ішкі сезімнің салмақсыздығынан оңаша кетіп қалды. Мүмкін оңашада кішкене өзіңнің ішкі періштелерімен сырласу арқылы таза ұстап қалуға болады жер. Тектұрмас жаққа ұшқан қыз кітабыңыз жарыққа шыққан екен. Қай жылы жарық көрді? Өз қаражатыңызға шығардыңыз ба? Осы турасында айтып берсеңіз. Енді ол өз қаражатымды шығардым. Дегенмен осы біраз жыл болды шыққанына. Енді атауына тоқталып өтсем, бұл сол кітапты шығарардың алдында мен бір түс көргем. Тектұрмас жаққа бір ұшып баратқан бір шағын ғана бір тай-тұяғындай бір құстың қанат қағып баратқан талпынысын көріп, мүмкін Тектұрмас дейтін әулиелі жерге кез келген құс ұша бермейтін шығар. Сол бір мүмкін менің ұшырған Тектұрмас құсым бүкіл бір жас ақындардың, қазіргі ақындардың жасысы болсын деген ниетпен сезіммен Тектұрмас жаққа ұшқан құс деп қойған атым.
оқырмандарыңызды екінші кітабыңызбен қашан қуантпақсыз? Енді оқырмандарға екінші кітаптың алды кішкене алыстау болып тұр. Өйткені мына бір жағдайға байланысты, мына бір індеттің келуіне байланысты кішкене тоқтап тұр, бірақ дайын. Сіздің өлеңдеріңіздегі лирикалық кейіпкер кім? Кейіпкер лирикалық кейіпкері. Енді ол кісі өмірдің мына тіршіліктің ішінде бар. Ол осы Тараз қаласында емес қазір. Төмен бір қалада. Аяулы сезімдерімнің, аяулы сәттерінің куәсі болған адамымыз. Өмірде өзі бар, орны бар, өзіндік бір тіршілік, таныс тіршілігі бар адам. Хабарласып тұрасыздар ма? Жоқ. Әйел баласы ғой. Ең жек көретін сөзіңіз? Сен мына өлеңді өзің жаздың ба деген. Кейде мынау адамдар өтірік айтатын шығар. Енді бірақ ақындар өтірік айтпайды. Ақынның ара-бара ғой. Айтпаймын, барлық адам арсыз, отырғандардың бәрі арсыз деп айта алмаймын. Мысалы, ол бірақ ақында кішкене бір әулиелік болмаса, сол арды таза күйінде сақтай алмайды ғой. Сондықтан да болады кездер. Қандай сұрақ қоймаса екен дейсіз? Сол қандай сұрақ қоймаса дегенде сезім жайлы сұрақ көп қалмаймын. Неге? Сезім жайлы сұрақ ол кейде бір айттым ғой, бұл тазалығы жоқ, қазіргі заманда, қазіргі белең алып баратқан бір дүниелердің арасында сезім деген әулиелі нәрсе ғой. Оны айту арқылы біз құндылығын сұрағанымыз. Дұрыс. Өлең жазып жатқанда Құдай да бір, мен де бір, өлең жазып болған соң құмырсқа да бір, мен де бір дейді екен. Алдыңғы толқын ағаларымыз. Өлеңді қандай көңіл күйде отырып жазасыз? Көбіне мұнда отырып жазадық. Кейде бір даланың бір күзі жаурататын шақтары болады ғой. Сол кезде бір жаным жаураған кезде жазады. Ол өз-өзіңді жылыту, өз-өзіңді бір қолға алудан әрмен қайда осындай бір сезім болса екен деген өлең арқылы насихаттау да. Сондай бір кездерде өлеңді бір дүниеге бір басқаша көзбен қарағанда дүниенің бір алақұйын сәттерінде уақыт тауып жазылған дүниелер жақсы болып тұрғанда өлең үшін. Қара шаңырақ деп аталатын өлеңіңізде көш дейсіңдер, қалай қабыл аламын, қала деген қоңырсыған қиялды депсіз. Қашан көштіңіздер, не себепті көштіңіздер? Жалпы мен қара шаңырақтан көшкен жоқпын. Бірақ көшеміз дегендерге жан айқаймын да. Мынау менің арманым әкемнің алған сол қарап маған шаңырақтың оты сөнбей, сол шаңырақтың өзінде бір түтінін түтетіп, сол бір шаңырақтың жылуы кетпесе деген оймен. Жалпы қазақта сөз бар. Тұғырынан безген сұңқар өнбас, үйірінен өзген тұлпар өнбас дейді. Сондықтан да мен марқұм әкемнің дүниесінен қалған, мысалы, оның өзі тракторист болған, өзі тракторшы болып, трактор айдаған. Кез келген бір дүниесі маған ыстық. Ол мүмкін темір-терсек шеріп жатқан шығар. Ол маған бірақ әкемнің қолының табы бар. Мынау баяғыда бір пайғамбарымыз, Иса пайғамбарымыз жолда кетіп бара жатыр екен. Қасында сахабасын ертіп алып, сөйтсе алдынан бір батпақтың ішінен ит шыққан екен да. Сөз қасында, ой, мына иттің кірнай, үстінің кірнай, таза емес не деген, таза емес қой десе, пайғамбарымыз айтады дейді, тысы қандай әдемі. Сол секілді шіріп жатқан темірі болса да
оны ыстық көрінеді да көзіме. Сол мен өмірден өткенше, мен өмірден алған жер бесіктің әлдейіне барғанша сол жатса, менің тағы бір арманым, көшпеген себебім, мен мезгілімен мезеті жетіп өмірден өткенде гүлдің күлтесі жүзіме келіп қонса, үзілген жапырақ көкірегіме қонып жатса, онда мен осы жапырақтан гүлді бекер жырламаған шығармын. Ақырғы менің өлеңдегі нүкте, өлеңімнің ақырғы өлеңінің нүктесі сол болыпты дейді. Сол нүкте мен Қарашаңырақтан көшкенім жоқ. Сол себепті. Өлеңді сергеткеніңізге неше жыл? Мен 14 жасымнан бастадым өлеңді. Сол 2001 14 қазан сенбі күні бастадым, сағат 3-те. Сол кезде бастап 2 шумақ өлең жаздым. Ал енді 18 жасымнан бастап шықты. Аудандық газетке өлең, содан бастап көрініп жайымыз бар. Сол жаңағы біздің Жамбыл ауданы аса ауылы ақындардың орталығы болды кезінде. Болат Жапаров, Сәбит Әлімқұловтар дүркіретіп жататын кез ғой. Сол кезде алғаш өлең шыққанымда апаңнан көрсеңіз ғой, ойпырмай, көліктің ішінде отырмын, адамдар ашын жай адам, мен деген аудандық газетке жаңағы өлең шыққан ақынмын деп қоямын да. Ол сол бір сезім, сол бір, мен ол кезде мүмкін өлеңдерім кәдімгідей бір адам қызғарлықтай сүйсініп оқитын өлең болмаған шығар. Сол кездегі бір аяулы сезімімді айтамын да. Сол аяулы сезімім, сол бір аяулы сезімімді қазір мен жоғалтып алдым. Ақын студияға келіп отырған соң, енді өлең сұрамасақ айып болар. Өлең оқып беріңіз. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, өлеңге тағдырға бір арыз шыққан кезіңіз болды ма деп. Өлеңге кішкене арыз шағам деп, өлеңді де мұндатып алдым ба деген ойдан туған бір өлең мұңдеген өлең. Ағылпа сезімімді мүсіндеген, тұттынық жатыр менің ішімді өлең, өмірлік кие ол да қонған маған мәртебемді биіктен түсірмеген, аралап кетем кейде сағынышын, өлеңге қосақталып сағынышын, жаныма жақын сәтте көріп қалам түнгайдың жырларыма, шағылысын жүректің жеткізген, бұламының құшағыма қызарып құлады күн, бұланда бөте шығар бұл жалғанда өлеңдей бір өзіңді ұғады күн, секеміп қалды тағы ішімнеден, бәріне жетсем екен күшімменен, артық қой өлеңге обал еттім, мұнымды мына адамдар түсінбеген қайтемен. Тамаша, біздің келесі айдарымыз қайым айтыс деп аталады. Алдыңғы хабарларымызды көріп жүрсеңіз, қайымдасамыз отырып. Жалпы қайым айтыс демекші есіме бір нәрсе түседі да, айтыстың абызы болған апамыз, Таушен апамыз айтады екен, не жетсің өлім, тіл өткір найзаменен қылыштанда не жетсің өлімнен жұлсынға деп. Таушен апамыздай болмасақ та көрейік енді. Тамаша, ғасырлар дәуірлермен алмасқасын, туымыз көгімізде асқақтасын. Жан сусар үйгеріне керіп тұрып, қуаныш қалай жырын самғатпасын. Тамаша, өкпеңіз бар мамына адамзатқа, жасырып жүрсіз бәлде қаламсапқа. Қаламсап менің жақын сынарым ғой, тастамас мені мүлде бұрын жаққа. Керемет, бүгінгі біздің студиямызға келіп, тамаша сыр сұхбат жасап, өлең оқып бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Құрметті Жамбыл телеарнасының көрермендері, бүгін біздің студиямызда ақын Қуаныш Алғанбаевпен болған сұхбат осымен тәмам. Шабытты, шаттықты шақтарымыз мол болса ағайын.